Мына жақтан тартқанда, мына жақтан тартып, 2-3 шақтан кейін жүрегім қысылып, мен құлап қалатын, даже есімнен танып қалып. Сарыөзектен келген Раиса тәтеміздің аяғының ауырғаны соншалық, аяғы орнынан тұрып, аяғы ауырған кезде есінен талып қалатынмын дейді. Қазір енді ары қарай Раиса тәтеміз өзі айтады. Раиса тәте, сіз айтып беріңізші, аяғыңыз қалай ауыратын еді, қашаннан бері ауыратын еді? Бұл аяғым менің сонау апрельден басталды. Қатты приступ беріп, мына жақтан тартқанда, мына жақтан тартып, 2-3 шақтан кейін жүрегім қысылып, мен құлап қалатын, даже есімнен танып қалып. Қатты, даже жүре алмай, түске шейін былай робот сияқты бетіп қалатын. Жаңа нәскиімді қалай киетін едіңіз? Нәскиді вообще кие алмаймын. Нәскиімді біреу көмектеспесе, мына сымды біреу көмектеспесе, мен кие алмаймын. Мен енді кешелі бері курс алдым, ем алдым. Кешегі алған емнен ақ мен түнде жақсы ұйықтадым. Оңға да солға да бұрыл алдым. Нәскиімді міне ұстап тұрмын, киіп тұрмын. Бәрін кие аламын. Мұна басына жете аламын. Мен бұлай басына жете аламын ба, жете алмайын ба. Қалай бүйтіп, бұлай қой, бұлай жасайтын жоқ. Менде қазір мені кешегі курстан ақ мен бүгін отырып отырмын. Жан басым бәрі жіберді, ішіндегі тартып тұрған жіптің бәрі жіберді. Міне менде осындай жеңілдік сезініп тұрмын. Ризасыз өзіңіз? Мен ризамын. Бұл жаңа тәсіл, әдісті мен өзім қолдап келдім. Маған ұнады. Өйткені мен ешқай жерден оны осы неден желіде көрген емеспін. Мен қалай көрдім де, заманауи тәсілдің аты, шынында да заманауи тәсіл, адамды бірден бір жеңіл, терілердің арасы ма жоқ, дененің ішінде ма бір жеңілдік сезіледі. ФДМ терапия аурудың нақты себебіне әсер етеді. Және сондықтан бірінші күннен бастап пациенттер жеңілдік сезінеді. Егер де сіздің де омыртқа, буын, аяқ қолдарыңыз немесе ауырып жүрсе, консультацияға келіңіздер.